Кімдерге шикі көкөніс жеуге болмайды? Шикі көкөністі жеу ұзақ уақыт қыжылмен қиналуға әкелуі мүмкін. Бұл туралы білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Сондай-ақ бұл каналда сіздің денсаулығыңызға пайдалы барлық ақпараттар бар. Сондықтан бірден тіркеліп алыңыз. Дұрыс тамақтану ережелерінің бірі тәулігіне 25-30 грамм жасынық, яғни 400 грамм көкөністер мен жемістерді жеу. Алайда кей адамдарға шикі көкөністерді жеуге болмайды. Ол көкөністер сөзсіз дәрумендер, минералды заттар және антиоксиданттар көзі екенін білеміз. Алайда асқазан ішек жолы органдарының аурулары кезінде оларды көп жеуге болмайды. Асқазан өңештік рефлюкс ауруы, созылмалы гастрит, асқазан жарасы, аш ішек жарасы ауруы кезінде шикі көкөністерді жеуге қарсы көрсетілім бар. Әсіресе айқын дәмі бар көкөністерді, мысалы қызанақ, пияз, сарымсақ, қызыл бұрышты шикілей жемеген дұрыс. Олар ұзақ уақыт бойы қыжылмен қиналуға әкелуі мүмкін. Дәрігерлердің айтуынша, созылмалы холецистит, өт қабының және өт жолдарының дискинезиясы кезінде көпшілік шикі көкөністер жегенді жөн көреді. Алайда мұндай майсыздандырылған рацион өт қабының дұрыс жиырылуын бұзады да өт қоюлана береді. Шикі көкөністер порциясы ішектің қабырғаларын тітіркендіріп отырып, оның жиырылуына, моторикасының жоғарылауына және ашуына әкеледі. Әрине бұл қалыпты реакция, бірақ егер ішекте қабынуға, тітіркенуге, бактериялардың көбеюіне, моториканың бұзылуына байланысты проблемалар болса, онда ашу күшейіп, газ көбірек түзіледі. Тітіркендіргіш заттар көбейеді, ол ауыра бастайды, ісінеді, нәжіс бұзылады. Сондықтан ойық жаралы колит, крон ауруы, жедел ішек инфекциясы, тітіркенген ішек синдромы кезінде тек термиялық өңделген көкөністерді жеу ұсынылады. Қандай көкөністер пайдалы? Ең алдымен әрбір үйдің ас бөлмесінен оңай табылатын көкөністерге тоқталайық. Сәбіз, А витаминінің бастапқы түрі саналатын каротиннің маңызды көзі. Сәбіз құрамында басқа да пайдалы заттар бар. В, ПП, С, Е, К дәрумендері, калий, темір, фосфор, магний, иод, фтор бар. Ол қан құрамын жақсартады, жүрек-қан тамыр жүйесі мен ішектің жұмысына жақсы әсер етеді. Тырнақтар мен шашты нығайтады, теріні нәрлендіреді. Қызанақ, әрбір дастарханнан оңай табылатын көкөніс. Бұл өте орынды, себебі қызанақ адам ағзасында бірқатар маңызды функцияларды орындайтын өте пайдалы өнім. Мысалы, қызанақ зат алмасуды қалыпқа келтіреді, бүйрек пен ішектің жұмысын ынталандырады, қандағы зиянды холестерин деңгейін төмендетеді. Қызанақ жүрек-тамыр жүйесі аурулары мен анемия кезінде де пайдалы. Сарымсақтың құрамында 150-ден астам пайдалы зат бар. Қуатты табиғи кең спектрлі антибиотик болып саналады. Ол тәнге нығайтатын, қабынуға қарсы, антисептикалық, микробқа қарсы, түрлі зеңдерге қарсы әсер береді. Сарымсақ иммундық жүйені күшейтіп, адамның қорғаныс күштерін айтарлықтай арттырады. Дегенмен асқазан ауруы бар адамдарға сарымсақты шамадан тыс қолдануға тыйым салынады. Пияздың барлық пайдалы қасиетін тізіп айту оңай емес. Денсаулығыңыз мықты және иммунитетіңіз жоғары болсын десеңіз, бұл көкөніс рационда міндетті түрде болу керек. Пияздың құрамында витаминдер мен минералдардан басқа құнды органикалық қышқылдар мен эфир майлары бар. Пияз сондай-ақ тұмау мен суық тиюге қарсы күресте таптырмас құрал. Сонымен қатар ол зат алмасуды белсендендіреді, қанды тазартады, қатерлі ісікпен күресуге көмектеседі және табиғи афродизиак болып табылады. Болгар бұрышында лимон мен қарақатқа қарағанда С дәрумені әлдеқайда көп екені көбі біле бермейді. Аскорбин қышқылының ең жоғарғы концентрациясы да сабағында орналасқанын білу керек. Болгар бұрышында сондай-ақ В, П, ПП тобындағы витаминдер калий, натрий, кальций, темір, фосфор да бар. Бұл көкөністі үнемі тұтыну ағзаны тазалауға, ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартуға көмектеседі. Болгар бұрышының қатерлі ісікпен күресуде тиімді екендігі дәлелденген. Қызылша тек табиғи қанттың көзі ғана емес, ол витаминдер мен
микроэлементтерге, соның ішінде йод, магний, калий, кальций, темір, фосфорға бай. Қызылша ас қорытуды және зат алмасуды жақсартады, организмнен токсиндерді кетіреді. Асқазанның, бауырдың, жүрек-тамыр жүйесінің жұмысына жақсы әсер етеді. Ал қырыққабаттың құрамында барлық дерлі маңызды витамин мен минералдар бар. Қырыққабат сонымен қатар адам ағзасы өздігінен өндіре алмайтын У витаминінің көзі болып табылады. Бұл зат қатерлі ісікпен күресуге көмектеседі және ішек аурулары, гастрит, асқазан жарасы сияқты бірқатар аурулардың алдын алады. Сонымен қатар қырыққабат ағзада зат алмасу процестерін қалыпқа келтіреді және де жүрек пен қан тамырларына оң әсер береді. Картоп пайдалы және тойымды өнім болғандықтан одан көптеген дәмді тағам дайындауға болады. Дегенмен пешке пісірілген немесе қабығы мен қайнатылғанға картоп басымдық беру керек. Сонда ғана ол пайдалы заттардың жоғарғы мөлшерін сақтап қалады. Картоптың құрамында адамға қажетті амин қышқылдың барлық дерлік түрі бар. Бұл өнім ағзадан артық сұйықтықты тиімді түрде жойып, бүйректің жұмысын қалыпқа келтіреді. Картоп асқазан ішек жолдары мен атеросклероз проблемалары кезінде пайдалы. Мойындау керек, жоғарыда аталған көкөністер күнделікті қолданылғанымен қазақтың дастарханында кәді көп кездесе бермейді. Бірақ кәдінің құрамында жасұнық, С және В витаминдері, кальций, калий, магний және фосфор өте көп екенін ескеріңіз. Егер сіз өзіңізді авитаминоздан қорғағыңыз келсе, онда бұл өнімді рационға міндетті түрде қосуды ұмытпаңыз. Бұл видео сізге пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркеле кетіңіз.